Ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым, зерін бірге азамат, және бүгін біз футбол туралы сөз қозғайтын боламыз. Европалық маусым соңына жеткенімен қазақстандық футбол енді қызып жатыр. Қазақстан премьер-лигасының 10 туры өтіп, чемпиондыққа таласатын командалар мен аутсайдерлер белгілі болды. Ақтөбе футбол клубы 9 ойында 18 ұпай жинап көш басына шықты. Алматылық Қайрат жаңа бапкермен жаңа дем алып, 2-ші орында орналасқан. Ал Шырайлы Шымкенттік Ордабасы мен Семейлік Елімай 3-ші орынды 16 ұпаймен бөліп отыр. Бұлардан басқа чемпиондық үшін таласқа Жетісу, Тобыл және Астана қосылуы мүмкін. Сөзсіз, осы маусым бүкіл Қазақстан премьер-лигасының тарихындағы ең үздіктердің біріне айналады. Сондықтан осы видеода біз басты сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Ақтөбе осы маусымдағы 3 кубоктың иегері атана ма? Ордабасы чемпиондығын сақтап қалып, Еуропа алаңында топ жаруы мүмкін бе? Жаңа бапкермен Қайрат чемпиондық үшін таласа ма? Және Станислав Черчесов не үшін Қазақстан құрамын таңдады? Ендеше кеттік. Достар, біздің арнамыз күннен күнге дамып, көрермендер саны көтеріліп келе жатыр. Осы үшін сіздерге мыңда бір алғыс. Бұл видеоға да қолдауларыңызды көрсетіп, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен көш бастап тұрған Ақтөбеден бастайық. Өткен маусыммен салыстырғанда команда күрт өзгеріп, қайта құру процесі өтті. Осы маусымның басында Ақтөбе футбол клубын біршама мықты ойыншылар толтырып, бас бапкер ретінде Дмитрий Парфенов тағайындалды. Солай өткізген 12 ойынның 11-інде жеңіске жетіп, Қазақстан кубогының финалына бір қадам жақын тұр. Команданың бетке ұстар үздіктері Максим Самородов, Идрис Умаев, Габи Кеке және де Игорь Шацкий. Бұлардан басқа командаға қосылған Дорни Ромеро, Матео Бареш және Жайро Жан өздерін жақсы көрсетіп келеді. Сондықтан барлығы дәл осы Ақтөбенің чемпиондығын күтіп отыр. Алайда команданың әлі күнге дейін тұрақты ойыны жоқ. Көп кезде көшбасшылардың индивидуалды перформансының арқасында жеңіске жетіп келеді. Дегенмен, бүкіл қазақстандық клубтардың ішінде Ақтөбе командасының қосалқы құрамы өте жоғары деңгейде. Ал егер осы маусымда Лига кубогының қосылуына байланысты өзінің ойынын тауып, жетістікке жете алады. Бұдан басқа конференция лигасына топтық кезеңге шығуды көздеп отыр. Менің ойымша Ақтөбе Қазақстандағы бүткіл 3 турнирдің чемпионы атанады. Бұған олардың командасы да, қаражаты да дайын. Ал сіз қалай ойлайсыздар, Ақтөбе осы жылы қандай жүлделерге қол жеткізе алады? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ақтөбе туралы айтқанда, міндетті түрде Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлері жайлы айтып кетуім керек. Бүкіл Ақтөбе өңірі футболмен өмір сүріп, әр ойында Қобыланды Батыр атындағы стадионды толығымен толтырып жүр. Және де атаңызға айналған 13-ші сектор. Жігіттер, тоқтамаңдар. Ары қарай дәл осылай командаларыңызды қолдап, бүкіл қазақ елін дүркіретіп жүре беріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда еліміздегі футбол мәдениеті дамып, басқа да командалардың жанкүйерлері оянып жатыр. Молодцы, ё-моё. Красавчиктер. Өткен маусымның чемпиондары Шырайлы Шымкенттік Ордабасы. Сол кезде Қазақстан чемпионатында жеңіске жетіп, конференция лигасында жақсы өнер көрсетті. Ё-моё, лигия ғой енді, лигия, ё-моё. Судья малла. Маусымның басында Ордабасын үлкен фаворит ретінде санап, чемпиондар лигасының іріктеуін қиналмай өтеді деп ойлағам. Алайда алғашқы ойындардан бастап көңілімді түсірді. Басшылық, стадион, билеттің құны, Техас ультраспен жанжал, бапкер мен ойыншылар арасындағы түсініспестік. В общем, не болып кетті, ё-моё, не. Шымкенттікке әдемі команда керек қой негізі. Өткен жылы конкретно алып кетті ғой. Ең алдымен бапкер Александр Сидневқа біршама сұрақ бар. Өткен маусымдағы чемпиондықты сәттілік деп айтуға тілім бармайды. Бірақ басты бәсекелестері жолдың жартысында өздері тоқтап, Шымкенттік клубқа чемпиондықты сыйлады. Ал осы маусымда Сидневқа тәжірибе жетпейтіні көрініп тұр. Командада дұрыс ойын жоқ. Бұған қоса бапкер мен ойыншылар арасында дау бар деген сыбыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар команданың ішіндегі климат өте ауыр. Менің ойымша, бұндай кезде бапкерді ауыстырып, жаңа дем берген дұрыс. Екіншіден, клубтың басшылығы. Вести газеттің айтуы бойынша команданың бетке ұстар футболшылары кетуі мүмкін. Себебі Ордабасы шығындарын азайту үшін ойыншылардың жалақыларын төмендетеді. Бұл жағдайда легионерлер басқа клубтарға бірден қашып кетеді. Ал қазақстандық футболшылардың арасында кім клуб үшін, ал кім ақша үшін ойнап жүргені белгілі болады. Бұдан басқа Ордабасының президенті қызметінен босатылып, оның орнына Асхат Сейсенбек келді. Жаңа президент пен қала әкімі Ғабит Сыдықбековтің айтуы бойынша команданың басты мақсаты чемпиондықты қорғап қалу және чемпиондар лигасының топты кезеңіне шығу. Алайда бұндай бұлық болып жатқан кезде команданың ауа райы тұрақсыз, сондықтан нәтиже көрсету өте қиын болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийге пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Халықтың командасы Алматылық Қайрат. Бұл жерде өткен маусым туралы айтудың қажеті жоқ, себебі бас бапкері Кирилл Кекер қызметінен босатылды. Ал оның орнына Ресейден Александр Киржаков келіп, алғашқы ойынын жеңіспен бастады. Өз алаңында Қайрат қарағандылық Шахтерді қабылдап 4-2 есебімен жеңіске жетті. Айтып кететін жайт, 90 минут бойы Қайрат футболшылары Шахтерға 23 соққы бағыттады. Бұл не?
Кержаковтың әсері ме, әлде Шахтер командасының әлсіздігі ме? Түсініксіз. Бірақ бір затқа жауап бар. Кержаков испандық Севилья мен итальяндық Интер командаларында стажировкадан өтіп келді. Сондықтан артық қылмаса тыртық қылмайды. Менің ойымша, осы маусымда Қайрат пен Ақтөбе командалары өзара чемпионды анықтайтын болады. Және де қайта жаңғырған қазақстандық футболдың отаны семейлік Елімай. 2016 жылы жойылғанына қарамастан 2022 жылы Самат Сваков пен Серік Байгалиевтің үлесімен Елімай футбол клубы қайта жаңғырды. Ал 2023 жылы Қазақстанның бірінші лигасында бірде-бір рет ұтылмай чемпион атанып, Қазақстан премьер-лигасына іріктелді. Осы маусымның басында командада біршама өзгерістер орын алды. Солай бас бапкер Самат Сваков қызметінен босатылды. Ал өткен маусымның көшбасшылары командадан кеткен болатын. Олардың орнына Андрей Карпович пен біраз мықты футболшылар келді. Карпович Ақтөбе сапынан өзімен бірге Мирослав Лобанцев, Дмитрий Яшин, Дмитрий Шамко және Шинаны алып кетті. Бұлардан басқа Михаил Габышев, Иван Свиридов, Сада Тиюп, Юрий Пертух және тағы басқа ойыншылар қосылды. Көріп тұрғанымыздай бұл шешім өз жемісін берді. Қазіргі сәтте Елімай командасы Қазақстан чемпионатында топ 3-ке кіріп, чемпиондыққа таласып келеді. Және Қазақстан кубогының жартылай финалына шығып, Лига кубогының жеңісімен бастады. Мен шын жүректен семейліктер үшін өте қатты қуаныштамын. Елімай командасының әр ойыны аншлагпен өтеді. Стадион лық толы, тіпті жанкүйерлер кіре алмай қалған кездері де болған. Сондықтан семейлік футбол қайта оралды. Соңында осы видеоны түсіріп жатырған кезде бір хабар келді. Станислав Саламұлы Черчесов Қазақстан ұлттық құрамының бас бапкері болып тағайындалды. Шынымды айтсам, бұл мен үшін күтпеген жаңалық, себебі Қайрат Нұрдәулетов, Али Алиев және Андрей Карпович секілді қазақстандық мамандарды күткен едім. Дегенімен, бұл жақсы жаңалық, себебі бізге нәтиже көрсете алатын мінезі мықты бапкер керек. Мансабындағы басты нәтижесі ретінде Ресей құрамымен 2018 жылғы әлем чемпионатының ширек финалын еске аламыз. Алайда Легия мен Ференцварош командаларының тізгінінде Польша және Венгрия елдерінің чемпион атанды. Сондықтан Қазақстан құрамасымен үлкен жеңістерге жетеді деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Үміт мұрты нәтиже бере ала ма? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып, ардаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.